Ресей елінен миллиондаған орыстар Қазақстанға келіп, Қазақстандағы квартиралардың саны ұшып кетті. Мен бұл жағдайды қазақтардың бір-біріне жаны ашымағандықтың белгісі деп білемін. Өйткені қаншама жылдардан бері тұрып жатқан өздерінің адал клиенттерін лақтырып, сонау болмағыр ақша үшін басқа елдің азаматтарын тұрғызып жатыр 500 мың 600 мың теңгеге. Иә, білем, ақша керек шығар. Бірақ та адамда ұят деген, адамгершілік деген нәрсені ұмытпауымыз керек қой. Ертең сол орыстар 3 айдан кейін, 4 айдан кейін елдеріне кетіп қалған кезде сіздің жаңағы квартираларыңыз құр бос қаңырап қалады. Сол кезде не істейсіз? Квартиралардың бағасын көтермей сақтап отқан азаматтар да бар. Оларға Алла риза болсын. Сол азаматтар, сол азаматшалар міне нағыз қазаққа жаны ашитын адамдар. Білім алу үшін бірнеше километрлерді тастап, сол басқа қалаға барып квартирада тұрып білім алып жатқан студенттерді далаға лақтырып жіберіп жатсыздар. Сол ақша егер сізге мейлі жұғысты болсын, бірақ бұлай істеуге, бұлай иттік жасауға болмайды ғой. Сіз басында келістіңіз бе, сол адаммен соңына дейін жаңа контрактыңызды бұзбауыңыз қажет негізі. Былай қарап тұрсаң, анау коронавирус кезінде болмағыр маска, болмағыр дәрілер аптекада бос қаңырап тұрған алмайтын еді ғой. Соның өзін қымбаттатып жіберді да. Қазір квартираның, пәтерақының бағасын қымбаттатып жіберді. Ертең ақыр заман болса, жай намаздың да бағасын қымбаттатып жібереді негізі. Бұл менталитет, бұндай ойдағы сананы алып тастап, қазақтар бір-бірімізге жанымыз ашып, бір-бірімізді қолдап, көтерейік те лучше. Орыстар білсін, басқа шетелдер білсін, қазақтар ақшаға сатылмайды екен. Біз қанша ақша берсек те, олар бізді тұрғызбай жатыр квартирасына. Олар аз ақшаға болса да қанағат тұтып жатыр деп. Ой, не деген халық мыналар деп риза болып кететіндей нәрсені сіздер ойламайсыздар ма? Ертең олар елдеріне қайтқан кезде, ой, қазақтар деген ақша үшін сатылып кетеді екен, ой, қазақтар бұндай екен, ақша берсең болды, кетеді қалады екен, бүйтіп қалады екен деп ойлап кетеді ғой. Бұлай жасамайық та, достар, бауырлар. Бұлай жасамайық, қойықшы, өтініш.